біз қолданып жүрген сүт таза зат па? Неліктен әр қалада кран суынан сабын әртүрлі көпіреді? Тұман ағзаға зиян ба? Бұл сұрақтың жауабын Охимия береді. Сәлем достар, бұл екінші параграф. Таза заттар және қоспалар. Бүгінгі тірек сөз таза зат, қоспа, біртекті қоспа, әртекті қоспа, сүзу, тұндыру, уландыру, айдау. Табиғатта таза заттар көп кездеспейді. Табиғи заттардың көбісі көптеген заттардың қоспаларынан тұрады. Мысалы, ауа бірнеше газдар қоспасы, оның құрамына азот, оттек, көмірқышқыл газ, бірнеше инертті газдар құралған. Теңіз суы әртүрлі тұздардың ертіндісі. Кран суының дәмі әр қалада әртүрлі. Бір қалада сабын оңай көпірсе, басқа қалада сабын көпіршуі қиын. Бұның себебі кальций және магний әртүрлі металл тұздарынан құралған судың қаттылығы. Демек, кран суында таза судан басқа кальций карбонаты, кальций хлориді, магний карбонаты және бірнеше металл тұздары бар. Сүт те таза заттар қатарына жатпайды. Оның құрамына су, кальций, фосфор, кальций цитраты, ақуыз және май бар. Алтын, күміс әшекей бұйымдары да таза заттардан емес металл қорытпаларынан тұрады. Тазалығына жоғарғы талап қойылатын дәрілік заттарда құрамынан бөлек басқа заттардың қоспалары бар. Алайда оның мөлшері кішкентай болғандықтан біздің организмімізге әсер етпейді. Күнделікті тұрмыста кездесетін темір шеге, мыс сым, қалайы ыдыстар, олар таза заттар. Таза зат дегеніміз физикалық қасиеті тұрақты заттарды айтады. Мысалы, дистилленген су. Бұл кестеде таза заттың құрамы тек бір ғана заттан тұратыны, ал қоспаның құрамы бірнеше заттан тұратыны көрсетілген. Қоспалар біртекті және әртекті болып бөлінеді. Егер қоспа құрамы жай көзбен немесе микроскоппен көрінсе, онда әртекті қоспа. Апельсин шырыны, шоколад, шай, кофе, май мен су әртекті қоспаға жатады. Егер қоспа құрамы микроскоп арқылы көрінбесе, онда біртекті қоспаға жатады. Мысалы, ас тұзының суда еруі, ас содасының суда еруі, қанттың суда еруі, мұның барлығы біртекті қоспа. Гомогенді қоспалар қатты сұйық газ болып бөлінеді. Мысалы, ауа гомогенді қоспа болса, шаңды ауа бұл гетерогенді қоспа. Себебі шаңның құрамына майда қиыршық тас және топырақ, өзге де заттар кіреді. Тұманды ауа райы кезінде ауада кішкене мұз кристалдары болады. Ол кристалда зиянды заттар құрап, қалың тұман болып көрінеді. Мұндай зиянды түтіндердің табиғатта бірнеше түрі бар. Мысалы, орман өртенгенде, вулкан атқылағанда және бірнеше зауыттардан шығатын улы түтіндер адам денсаулығына қауіпті. Түтіннің пайда болуының бірнеше себептері бар. Автомобильден шығатын газдар, электр станциясы, зауыттардың қызметі, көмірдің жануы секілді ауаға әртүрлі улы газдардың бөліну себебінен улы түтіндер пайда болады. Гетерогенді қоспалардың тұндыру, сүзу, магнитпен бөлу әдістері бар. Тәжірибе ретінде стақандағы таза суға топырақ саламыз. Лай су пайда болады. Біршама уақыттан кейін су тазарып, топырақ түбіне шөгеді. Басқа стақанға таза суды құйып аламыз. Бұл тәсіл тұндыру тәсілі деп аталады. Суда еритін және ерімейтін әртекті қоспаларды бөлу тәсілі сүзу. Мысалы, ас тұзы мен құм араласып кетті делік. Оларды бөліп алу үшін қоспаны суға араластырамыз. Фильтрден ас тұзы еріген суда ерігендіктен ол өтіп кетеді, ал құм суда ерімейді, сондықтан фильтрде қалып қояды. Бұл тәсіл сүзу тәсілі. Гомогенді қоспаларды буландыру және суды айдау арқылы бөледі. Қорытынды. Физикалық қасиеті тұрақты заттарды таза заттар дейді. Таза зат тек бір ғана заттан, ал қоспа бірнеше заттан тұрады. Қоспалар біртекті және әртекті болып бөлінеді. Достар, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақты үзбей көру үшін парақшаға жазылуды ұмытпаңыз. Құрметпен, Ақбота Бойтан.